Баршаңызға ассалаумағалейкум. Кәрім Мәсімовті қамауда ұстау мерзімі ұзартылды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімовті қамауда ұстау мерзімі 6 мамырға дейін ұзартылды. Бұл туралы ОК мәлім етті деп хабарлайды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұрынғы төрағасы Мәсімов пен ОК төрағасының бұрынғы орынбасары Садықұловты қамауда ұстау мерзімі 2022 жылдың 6 мамырына дейін, сондай-ақ бұрынғы орынбасары Ерғожинді қамауда ұстау 8 мамырға дейін ұзартылды делінген хабарламада. Сонымен қатар 22 ақпанда лауазымдық өкілеттігін асыра пайдалану күдігі бойынша ОК төрағасының бұрынғы орынбасары Өсіпов ұсталған болатын. Осы орайда оны қамауда ұстау мерзімін 3 айға дейін ұзарту туралы материалдар прокуратураға жолданған. Күдіктілер тергеу изоляторында қамауда отыр. Атап айтқанда, олардың әрекетінің жағдайын ескере отырып, қылмыстық іс аса құпия тәртібі бойынша тергелуде. Естеріңізге сала кетейік, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімовке қатысты осы жылдың 6 қаңтарында ОК Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 175 бабы 1 бөлігімен мемлекетке сатқындық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Достарыңмен бөліс. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.